Құрметті қазақ елі, қазақ жұрты. Бауыржан Момышұлы атамыздың 115 жылдық мерейтойына орай мен Рақымжанұлы Артық Тараз қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45-ші қазақ классикалық гимназиясын жеңіштіру пәні ретінде ат басын осы Жуалы өңіріне бұруды жөн деп санадым. Өйткені 1910 жылы 24 желтоқсанда Бауыржан Момышұлы атамыз осы Жуалы жерінде дүниеге келген еді. Сапарымның алғашқы қадамын Бауыржан Момышұлы атындағы музейден бастағым келіп отыр. Бауыржан Момышұлы атамыздың кіндік қаны тамған Жуалы ауданында бүгінде Батыр атындағы мемориалдық музей жұмыс істейді. 1995 жылы 5 мамырда ашылған мәдени орталықта тұғыры биік тұлғаның тұтынған заттары, сыйға алған кітаптары мен бағалы сыйлықтары қойылған. Бұл дүниелерді музейге Бауыржан атамыздың келіні Зейнеп Ахметова тарту еткен екен. Музей баспалдағынан ішке қарай ене бастағаннан құла бір Бауыржан атамыздың дауысы естілгендей тұла бойымда бір сезім пайда болып, жалтарып тұрып қалдым. Бір кезде «Аға, ассалаумағалейкум» деген дауысы естіліп, музей ішінен сұңғақ бойлы жігіт қарсы алдымыздан жылы лебізбен амандасып, мән-жайды сұрай бастады. Таныса келе өзінің осында жұмыс жасайтын қызметкер екенін айтып, музейдің ережелерін түсіндіріп өтті. Музей ішіне енгеннен кейін музей қызметкері Бауыржан Момышұлының полковник шеніндегі шинелінен бастап таныстырды. Табанда ойымызға оралған ағиық ақын Қасым Аманжоловтың «Үстімде сұр шинелім, ақсаңдай басып келемін» деген өлең жолдары мен батырдың өзі киген шинелі отты жолдардан елес беріп тұрғандай болды. Сол күндерді көзбен көрмесек те, көңілге түйсінген күйі ілгері бастық. Талай тағдыр тартысын көрген бұл киім музей төрінде нақ бір батыр тұлғасындай асқақтап тұрды. Бұл жердегі әрбір бұйым шежіре шертетіндей, сарғайған суреттерден алып денелі Сәбит Мұхановтың ылғи тақия киіп түскен кейпін көруші едік. Аяулы сәбең сол тақияны бір өзі кимей, өзінің қаламдас інісі болған Бауыржанға да көзінің тірісінде біреуін сыйға тартқан екен. Ал ұшқан ұя, қанмен жазылған кітап сияқты шығармаларды дүниеге әкелген қалам мен сия сауытың да өзіндік ерекшелігі бірден аңғарылады. Бұл көрініс қарапайым қағидаларды негіз ете отырып, қатпар-қатпар сырларды ашатын, қаламның құдіретін түйсінуге жетелейді. Соғыс қасіретін басынан кешкен батырдың өз қолымен сызған картасы да тұр. Онда майдангерлердің қай жолмен жүру керектігі, жау аңысын қалай аңду қажеттігі бейнеленген. Қазақ және араб әріптерімен жазылған жазулары да жаудың шоғырланатын орны көрсетіліпті. Бірақ араб әріптеріне басымдық берілген. Себебі егер бұл карта жау қолына түсіп қалған жағдайда, қазақ әскерлерінің жауға барар жолдағы шығу нүктесі белгісіз болсын деген ой болған екен. Соғыс психологиясын терең меңгерген командирдің бұл көрегендігін де талай әскерді аман сақтап қалуға сол кезде ықпал етті деуге болады. Жалпы Бауыржан Момышұлы атамыз әскери тұлға болуымен қатар, халқымызға жазушы ретінде де танымал тұлға. Тырнақалды шығармаларын өлең жазудан бастаған, ол кейін келе әдеби шығармалар мен меморал жазды. Дегенмен оның елге әлі етене бола қоймаған қасиетін де музейден көрдік. Көзіміз шебер қолмен бейнеленген ұлттық оюға түскенде бастапқыда өзінің қызығушылығымен бір жерден алынған туындылар екен деп ойладық. Бірақ Бәукең бұл керемет оюларды өз қолымен 1973 жылы ойған екен. Шебер қолдан шыққаны көрініп тұр. Бұл да келер ұрпаққа үлкен аманат сияқты әсер қалдырды. Батырдың әкесі бармағынан өнер тамған зергер болыпты. Атадан балаға мирас ретінде берілетін бұл қасиеттің айқын көрінісін осы жерден көруге болады. Ұлттық өнер десе өне бойы тебіреніп, сала беретін Батырдың музейінде халқымыздың ардаулы Әміре Қашаубаевтың өз дауысы жазылған таспа да бар екен. Бұл таспада осы орталықтың құнды жәдігерлерінің қатарына жатады. Бауыржан Момышұлының Мәскеуде емес, Жуалыда жүрегім, жуалымды аңсаймын да жүремін деген өлең жолдары да бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Бауыржан Момышұлы музейі атамыз дүниеге келген Көлбастау ауылында орналасқан.